Өлім жазасына мораторий жарияланар қарсаңында Ресей түрмелерінің бірінде күзетшілер жәбірленуші тараптарға қылмыскерлерді өз қолдарымен өлтіру мүмкіндігін ұсына бастайды. Бастапқыда әділеттілік орнату ниетімен басталған бұл әрекет кейіннен өлімге апаратын және аса табысты бизнеске айнала. 1996 жыл. Ресейде өлім жазасына мораторий енгізілмей тұрып, Камчаткадағы Елизово елді мекеніндегі шалғай түрмеге жаңа түрме күзетшісі Константин Волков келе. Ол подполковник Битюговқа есеп береді. Константинді кіші сержант Роман Савельев пен сержант Александр Ривекинмен таныстырады. Сол күні прокурор Андрей Михайлов келіп, Зуов есімді қатыгез сериялық кісіні өлтіру үкімінің орындалатынын хабарлайды. Түрмені аралау кезінде Александр мен Роман Константинге 5 өлім жазасына кесілген тұтқынды көрсетеді. Олардың әрқайсысы өте қауіпті деп саналады. Күзетшілер тұтқындарды тек лақап-аттармен атайды. Бұл оларды адамгершілік қасиеттерінен айырып, Константинге ұнамайды. Қылмыстарына қарамастан, Константин оларға жанашырлық танытады. Бүйрек ауруынан зардап шегіп жүрген профессор деген тұтқынға көмектеспек болады. Түрменің дәрігері Пютер ешқандай дәрі жоқ дейді. Бірақ Константин жақын маңдағы дәріханадан дәрі сатып алып беруге уәде береді. Сол түні прокурор ата-анасымен ақшашын ұрсып, артынан әйелімен жанжалдасады. Әйелі кедейліктен шаршағанын айтып, ажырасамын деп қорқытады. Олардың арасында төбелес шығады. Көп ұзамай прокурор түрмеге Зуовты өлтіруге келеді. Бірақ бастық Битюгов қайын енесінің туған күнін тойлап, міндетті прокурор мен күзетшілерге қалдырады. Зуов душқа, яғни өлім жазасын жүзеге асыратын жерге апарылғанда, қалған тұтқындар өздерінің де кезегі келгенін түсінеді. Прокурор Зуовпен соңғы рет сөйлеспек болады, бірақ Константин бұны мәнсіз деп санап, өзі атып тастайды. Үйге қайтар жолда Александр Константинге жуырда үйленетінін айтып, тойына шақырады. Кейін үйінде Александр болашақ жары Наташаның барлық қалауларына келіседі. Осы уақытта дәрігер Пютер әйелі мен ұлынан қашып, жеңіл жүрісті әйелмен бірге болады. Түнде Наташа құрбылармен бойдақтық кешіне шығады. Клубта ол бай бейтаныс жігітпен танысып, құрбылармен бірге ер адамдарды алдап, ішімдіктер алдырып, әжетханадан қашып кетеді. Үйге қайтар жолда сол ер адамдардың бірі Наташаны қуып жетіп, қару кезеп, көлігіне күштеп отырғызады. Келесі күні Наташа көгерген, соққы көрген күйде үйіне оралып, Александрға зорлық көргенін мойындайды. Келесі күні Константин Александрдың күйзелісте екенін байқайды. Бірақ ол ештеңе айтпайды. Жұмыстан кейін Александр әріптесінің қаруын ұрлап, өзін-өзі өлтіруді ойлайды. Бірақ мас күйде ойын өзгертіп, кек алуды ұйғарады. Сол кеште клубқа қайта оралып, Наташаны зорлаған адамды табады. Бірақ ол оқ атпақ болғанда, әлгі қылмыскер оның қаруын тартып алады. Сол сәтте Константин келіп, қылмыскерді атып тастайды. Екеуі мәйіт пен көлікті өртеп жібереді. Олар байқалмай қалдық деп ойлайды. Бірақ Александр қатты күйзеліп, шекарадан өтіп кеткендерін түсінеді. Константин болса, олар жазадан құтылып кеткен жыртқышты өлтіргенін айтып, оны жұбатуға тырысады. Наташа бұл оқиға туралы анасына айтып, ол үндемеуге кеңес береді. Құрбысы да көмектесуден бас тартып, Наташа өзін жалғыз сезінеді. Ол өз-өзіне қол жұмсамақ болады, бірақ арқан үзіліп кетеді. Оның халін көрген Александр шын мәнінде оны сүйетінін түсініп, оны айыптаудан бас тартып, Наташаны құрбан ретінде көреді. Көп ұзамай екеуі үйленеді. Константин бұл шешімді қолдап, оларды әйелі Нинамен таныстырады. Роман сол сәтте Нинаға қызығушылық танытады. Кейін Александр мен Константинге профессор өлтірген қыздың әкесі Котов келіп, оған тұтқынды өзі өлтіруге рұқсат беру үшін $500 ұсынады. Егер олар келіспесе, клубтағы кісі өлтіру туралы айтып қоятынын айтып қорқытады. Бірнеше күннен кейін полиция Наташаның үйіне келіп, клубтағы кеш туралы сұрайды. Себебі оны зорлаған қылмыскер жоғалып кеткен. Ал куәгерлер соңғы рет оны Наташамен көргендерін айтқан. Наташа бұл жайлы ештеңе білмегендіктен шындықты айтады. Осы уақытта Александр қатты қорқып, Константинге бәрін айтып береді. Константин оны сабырға шақырып, тек Котов ғана куә болғанын, ал ол үндемейтінін айтады. Сол кезде прокурордың әйелі Кате қайын ата-анасымен жанжалдасып, енесімен төбелесіп қалады. Кейінірек Кате клубқа кетіп қалады. Андрей оны тауып алып, үйге қайтуын сұрайды. Бірақ ол бас тартып, тіпті бейтаныс екі ер адамға күйеуін сабатқызады. Кейін екеуі көлікте жыныстық қатынасқа түседі. Кате оны жақсы көретінін, бірақ кедейлікке шыдамайтынын айтып, өмірлерін жақсартуға жол табуын өтінеді. Сол уақытта дәрігер Пютер ұлының досының анасымен төсектес болып, әйеліне опасыздық жасайды. Уақыт өте келе олар жиі кездесетін болады. Бірақ кейін ол әйелде жыныстық жолмен берілетін ауру анықталады. Пютер әйеліне бәрін айтып, екеуі анализ тапсырады. Нәтиже таңғаларлық, Пютер таза, бірақ әйелі жұқтырған болып шығады. Кінәсін сезінген ол ем үшін ақша табуға уәде береді. Константин профессорға барып, ол жасаған қылмыстарды қалай ләззатпен жасағанын тыңдайды. Ол жас студент қыздарды өлтіру өзіне ерекше қуаныш сыйлағанын айтып, барлық мәліметті егжей-тегжейлі баяндайды. Константин бұл әңгімені жасырын жазып алады. Кейін Александрдан іс материалдарын алып беруді сұрайды. Александр прокурормен келісіп, бірақ ол көмекті ақшаға айырбастайды. Келесі күні Константин Котовпен кездесіп, оған $500 беріп,
профессорды өлтіруге рұқсат ететінін айтады. Ал прокурор сол ақшамен әйеліне тосынсый жасап, жаңа пәтер жалдайды. Константин профессордың ісін зерттей отырып, оның құрбандарының бірі ықпалды іскер әйелдің қызы болғанын анықтайды. Басқа қалаға барып, ол әйелді, яғни Линчукты мейрамханада тауып, оған ұсыныс жасайды. Қызының кегін қайтару үшін ақша төлеп, қылмыскерді өлтіруге мүмкіндік алу. Константин оған профессордың жазбасын қалдырып, қонақ үйіне кетеді. Линчук жазбаны тыңдап, кек алу үшін бәріне дайын екенін түсінеді. Осы уақытта Роман Нинаның артынан түсіп, жақындасуға тырысып жүреді. Жоғалған қылмыскердің әйелі Наташаға көмек сұрап келеді. Бірақ Наташа одан теріс айналады. Адамдар Наташаның жүкті болуы мүмкін екенін айтып, өсек таратады. Ол бұл шын болмаса екен деп тілейді. Себебі егер уақыт сәйкес келсе, бала қылмыскерден болуы мүмкін. Бірнеше күннен кейін Константин Котовпен кездесіп, келісімді тоқтатқысы келетінін айтады. Бірақ Котов бұған көнбей, шантаж жасай бастайды. Сол кезде Константин оны өлтіріп тастайды. Александр шошып кетеді. Бірақ Константин оларды түрмеге апарар, жалғыз куәні жойдық деп тыныштандырады. Көп ұзамай Константин Александр, Роман, дәрігер Пютер мен прокурор Андрейді құпия кездесуге жинайды. Ол Линчук ханым профессорды өлтіру үшін $100,000 беруге дайын екенін айтады. Олар өз қолдарын былғамай, бұл істі жәбірленуші тараптарға беріп, сырттай әділет орнату арқылы ақша табуға болатынына келіседі. Барлығы дауыс беріп келісіп, әзірге ақшаны қозғамауға уәделеседі. Әрқайсының өз себебі бар. Пютер әйелінің емін төлеуді қалайды. Андрей әйелінің талабын орындағысы келеді. Ал Александр Константин бір күні клубтағы адам өлтіруді айтып қояды ма деп қорқады. Кейін олар Линчукты түрмеге жасырын кіргізіп, профессормен бетпе-бет жолықтырады. Әйел тек оны өлтіргісі ғана келмейді. Ол азаптауға да бел буған. Күзетшілер оған қуана көмектеседі, өйткені ол қомақты қаражат ұсынып отыр. Линчук профессорды қатыгездікпен өлтіріп, $100,000 төлейді. Күзетшілер мәйітті жасырып, орынды тазартып тастайды. Бесеуі ақшаны жасырын сақтап, ешкімге айтпауға келіскен. Бірақ Пютер бірінші болып уәдесін бұзады. Ол әйеліне емделу үшін ақшаны ұсынады. Алайда Юлия бұл лас ақшадан бас тартып, оны бетіне лақтырып, бұл ақша ауруын емдемейтінін айтып тастап кетеді. Бұл уақытта Наташа ауруханаға барып, шын мәнінде жүкті екенін біледі. Ол баланы қалайды ма, жоқ па, әлі шешкен жоқ. Тіпті әкесінің кім екенін де білмейді. Бірақ ол баланың денсаулығы үшін темекіні тастауды ұйғарады. Прокурор да уәдесін бұзып, өз үлесін жұмсай бастайды. Ол элиталы ауданнан қымбат пәтер жалдап, шетелдік кафе қайнатқыш сатып алады. Және әйеліне күнделікті шығынға $100 қалдырады. Алайда, қуану орнына Катя пәтерді тінтіп, теледидардың артынан $20,000 тауып алып, күйеуін өтірікші әрі сатқын деп айыптайды. Ол ақшаның бір бөлігін ұрлап алып, күйеуі үйге келгенде бетіне басады. Андрей пара алғанын мойындап, әйелінен ұрланған ақшаны қайтаруын өтінеді. Әйтпесе бәрі әшкере болып, түрмеге түсіп кетуі мүмкін екенін айтады. Көп ұзамай, Константин прокурорға барып, дәрігер деген лақап аты бар кісі өлтірушінің іс құжаттарын сұрайды. Андрей бұл жоспардың іске аспайтынына сенімді, өйткені ол нағыз дәрігер болған және ауруханада жұмыс істеп жүргенде 38 науқасты өлтірген. Құрбандарының бәрі өлім аузында жатқан. Ал ол олардың азабын жеңілдету үшін өлтірдім деп мәлімдеген. Көпшілігі оны зұлым емес, мейірімді деп қабылдауы мүмкін. Сондықтан оны өлтіру үшін ешкім ақша төлемейді деп санайды. Бірақ Константин берілмейді. Кек алғысы келетін қайғы жұтқан туыстарын іздеуге шешім қабылдайды. Осы уақытта полиция Котовтың мәйітін тауып, оның өзін өзі өлтірмегенін анықтайды. Олар мәйітті тонап, шын кісі өлтірушіні табу үшін тергеу бастайды. Константин дәрігермен кездесіп, оның ниетін білу үшін сұхбаттасады. Маньяк ләззат үшін өлтірмегенін, тек көмектескісі келгенін мойындайды. Барлық құрбандары азап шегіп жатқан, өлімге жақын жандар болған, олардың отбасылары да қатты қиналған. Ол өзін игі істедім деп есептеген, бірақ бәрібір өлім жазасына кесілген. Әйелі ем қабылдаудан бас тартқанын түсінген Пютер ақшаны көңілдесіне береді. Себебі ол ауыр дерттен айығу үшін көмектескісі келеді. Осы уақытта оның әйелі Юлия ауруханадан жұмыстан кетуге шешім қабылдайды. Себебі жағдайы пациенттермен жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді. Әріптестері оны жақсы жұмысқа тұрды деп ойлап, оған сәттілік тілейді. Бірақ шындығын ешкім білмейді. Сол кеште олар оған шағын қоштасу кешін ұйымдастырады. Бір сәтте Юлияның жағдайы нашарлап, ол дәретханада жасырынып, ұйықтататын дәріні шамадан тыс ішіп алады. Достары оның халін сезіп, есікті бұзып ашып, оны дер кезінде аман алып қалады. Олар Пютерге хабарласып, ол дәрігерге пара беріп, Юлияны психиатриялық ауруханаға түспеу үшін сақтап қалады. Және оған қамқор болуға уәде береді. Константин де уәдесін бұзып, әйеліне қысқы жаңа етік алуға ақша береді. Нина күйеуінен қатты қорқады, сондықтан қарсылық білдіре алмайды. Бірақ келесі күні ол ақшаны кітап алуға жұмсап, қызына бұл туралы тіс жармауын сұрайды. Романнан қашқақтап жүреді. Сол кеште қызы бәрін айтып қояды. Ашуға булыққан Константин Нинаның ескі етіктерін қоқысқа тастап жібереді. Наташа Александрға жүкті екенін айтып, бірақ баланың әкесі кім екенін білмейтінін мойындайды. Ерлі зайыпты екеуі түсінісе алмайды. Александр аборт жасатып, маньякпен болған ауыр жағдайды ұмытқысы келеді.
ал Наташа баланы қалайды. Оның қайдан пайда болғанына қарамастан. Сол түні Пютер үйге оралмайды. Ол портқа барып, жезөкшелермен уақыт өткізеді де, кеш келеді. Осы кезде баласы үйде жалғыз қалып, қорқып, терезеден құлай жаздайды. Пютер оны дер кезінде құтқарып алып, жеңіл жүрісті әйелдерге деген тәуелділігі, емделуі тиіс ауру екенін түсінеді. Ол психологқа барса да, ем көмектеспейді. Амалы таусылғанда, дәрігер деген тұтқыннан кеңес сұрайды. Ол арнайы дәрі-дәрмек көмегімен нәпсіні басу тәсілін ұсынады. Бірнеше күннен кейін Александр мен Константин дәрігерді өлтіруге дайын адам іздеуге шығады. Жолда Александр әйелінің жүкті екенін айтады. Константин оны құттықтап, асығыс шешім қабылдамауға кеңес береді. Бала биологиялық тұрғыда кімнің баласы болса да, маңыздысы оны кім өсіреді. Ол статистикаға сүйеніп, әрбір үшінші ер адам өзінікі емес баланы тәрбиелеп жүргенін, бірақ оны білмейтінін айтады. Тергеуші кейпінде жүрген Александр мен Константин дәрігерді өлтіргісі келетін адам іздейді. Бірақ көп адам оған алғыс білдіреді, өйткені ол жақындарының азабын жеңілдеткен. Бұл түрме қызметкерлерін қатты ренжітеді. Ақырында Константин қайтыс болған баланың әкесін тауып алып, оның ұлы шын мәнінде өлім аузында болмағанын, оны дәрігер бекер өлтіргенін айтады. Есеңгіреген ер адам барлық ақшасын үлкен ұлына беріп кетуін сұрайды да, өзіне қол жұмсайды. Кешке қонақ үйдегі бөлмесінен кетіп бара жатқан Александр мен Константин есік қаққан дауыс естиді. Олар байланысқан біреуді күтсе де, келген жаңа ғана әкесі қайтыс болған, інісінен айырылған жігіт Олег еді. Ол екеуіне әкесінің өлгенін айтып, оның және інісінің кегі үшін кек алғысы келетінін мәлімдейді. Олег дәрігерді өлтіру құқығы үшін $30,000 төлеуге дайын. Бірақ Константин бас тартады. Ол қайтыс болған адамның үйіндегі әңгіме жай әзіл болғанын айтады. Бірақ Олег сенбейді. Ол күзетшілерді бопсалап, полицияға бәрін айтатынын ескертеді. Қауіптің рас екенін түсінген Константин Олегке шабуылдап, аяусыз соққыға жығады. Прокурор, дәрігер және үшінші күзетші достары тым ұзақ үнсіз кеткенін байқап, оларға қоңырау шалады. Александр жағдайды түсіндіре алмай, Константинді тоқтату үшін телефонын лақтырып жібереді. Константин тағы бір куәгерді өлтіруге бел буған. Үйде Пютер баласымен уақыт өткізген досына алғыс айтады. Бірақ өз нәпсісін жеңе алмай, әйелге жақындауға тырысады. Әйел оны бірден итеріп тастайды. Пютер бұл әрекетінің дұрыс емес екенін түсініп, дәрігер тағайындаған дәрілерді іше бастайды. Бұл уақытта Роман Нинаға келіп, жеке сөйлескісі келетінін айтады. Ол әріптесінің әйеліне ғашық болып, екеуінің ақшқа қашып кетуін ұсынады. Нина бұл сөзді не мазақ, не әзіл деп қабылдап, оны қатты түрде гері қайтарады. Наташа анасына жүкті екенін айтып, кеңес сұрайды. Анасы оған аборт жасатуға кеңес береді. Себебі Наташа Александрды жоғалтып алмауы керек. Анасының айтқаны дұрыс екенін түсінген Наташа ауруханаға барып, күйеуіне айтпастан жүктілігін тоқтатады. Келесі күні Александр мен Константин үйге қайтып келеді. Олар Олегті тұтқын ретінде бірге алып келеді. Екеуінің арасында моральдық пікірталас басталады. Константин тапсырыспен кісі өлтіруді адал іс деп есептемейді. Ол егер кез келген адамды өлтіруге рұқсат етсек, өзіміз де қылмыскерге айналамыз дейді. Александр керісінше Олегтің кек алуға құқығы бар деп есептейді. Әрі ол ақысын жақсы төлеп отыр. Константин үшін ақша басты себеп емес, және ол Олегті өлтіру керек деген ұсыныс айтады. Мұны естіген Олег қашпақ болады, бірақ аяғын жаралап алып, күзетшілерге оңай олжаға айналады. Кейін Пютер баласын балабақшаға апарып, кенет өзін жайсыз сезінеді. Ол бағыт-бағдарынан жаңылып, қарапайым әрекеттерді жасай алмай қалады. Түрмеге әрең жетіп, дәрігерден мұның дәрілердің жанама әсері екенін және дұрыс дозаны табу керек екенін біледі. Әйелі психологиялық қолдау алып, дертінің емделмейтінін естиді. Енді ол қалған уақытын бағалауды үйренуі керек. Ал прокурор қымбат көлік сатып алады. Бұл әйелі Катяны қуантады, өйткені ол сәнді өмірді армандаған. Алайда бұл жаңа мәселе тудырады. Айналасындағылар Андрейдің мұндай ақшаны қайдан тапқанын сұрай бастайды. Катя арақ іше бастайды. Ақыры бұл дау жанжалға, тіпті шапалаққа ұласады. Тергеуші Душков өз ізденісін бастап, Котовтың қызының кісі өлтірушісі атылған кезде қалада болғанын анықтайды. Түрме бастығы тергеушіні елемей, көмектесуден бас тартады. Андрей полиция офицерінің бірін ескі танысы ретінде таниды. Прокурор дәрігерге қатысты жаңа өлім үкімін әкеледі. Оны жақын арада орындауға болады. Іздестіруін жалғастырып жүрген Душков марқұм Котовтың қалтасынан бір сурет табады. Осы ізімен жүріп, ол жанып кеткен көлікті және оқтан өлген денені табады. Тергеу барысында бұл адам түнгі клубтан шыққан бай жігіт Влад екені анықталады. Оны өлтіріп, кейін дәлелдерді жасыру үшін көлікті өртеген. Влад пен Котов бір қарумен өлтірілген. Барлық дәлелдер Наташаға нұсқайды, ол Владпен бірге көрінген, ал Котов Наташаның тойында болған. Тергеу барысында Душков Наташамен сөйлесуге келгенде, ол аборттан кейінгі асқынулардың кесірінен өзін нашар сезіне бастайды. Қалада Александр мен Константин Олегті аяғындағы жараға көмектесу үшін Пютерге алып келеді. Сол кеште 5 дос жиналып, Олегтің тағдырын шешпек болады. Константин бопсалаушы мен дәрігерді бірден өлтіруді ұсынады.
бірақ өзгелері бұл идеяны қолдамайды. Олар үшін мораль мен принциптерден гөрі ақша маңыздырақ. Көпшілік шешімі ақшаны алу және Олекке дәрігерді өлтіруге мүмкіндік беру. Петр Олекті инде жасыруға мәжбүр болады. Оған тыныш жүрсін деп ине салып, көршілерге байқатпай ұстауға тырысады. 4 дос дәрігерді өлтіру жоспарын жалғастырып, Константинді одан шеттетуді ойластырады. Өйткені ол принципшіл, ақшаға қызықпайды деп есептейді. Прокурор мен Александр Константиннің олардың әңгімесін тыңдап тұрғанын білмейді. Константин оларды тыңдап, оларға енді сенуге болмайтынын түсінеді. Олар үшін адам өмірі емес, ақша маңызды. Александр Наташаның ауруханада жатқанын білгенде, бірден жанына жетеді. Ол әйелдің жатыры алынып тасталғанын біледі. Бұған анасы Наташаны бала туғызуға қарсы болғаны үшін шапалақпен ұрады. Александр бәрінен шаршап, ішімдікке салынады. Юлия үйіне оралғанда, тұтқынды байқап, енді өзі мен баласы мұндай жағдайда өмір сүре алмайтынын түсінеді. Ол заттарын жинап, ең жақын досының үйіне барады. Бұрынғы әріптесі Юлия мен баласын уақытша қабылдайды. Бірақ бала шыршаның ойыншықтарымен ойнағанда, абайсызда жарақаттанып қалады. Юлия өзін кінәлі сезініп, баласына жақындай алмай, оны жұқтырып аламын деп қорқып, досына өзінің ауруын мойындайды. Бұрынғы әріптесі оларды үйден қуып жібереді. Петр әйелінің емі туралы кеңес алу үшін дәрігерге жүгінгісі келеді. Бірақ Константин оған кедергі жасайды. Ол енді ешкімге сенбейді. Және бәрі ақша үшін өзіне қарсы қастандық жасап жатыр деп ойлайды. Оның пікірінше бар мақсат тұтқынды өлтіріп ақша табу. Александр түрмеге оралып, жеке өміріндегі қиындықтарды досына айтып береді. Бірақ қолдау орнына Константин оны карцерге қамап, түрме бастығына баянат жазады. Соның нәтижесінде подполковник Александрды 1 аптаға қызметінен шеттету туралы бұйрық береді. Сол уақытта Нина қызының би үйірмесіне аяқ киімін ұмытып кеткенін байқайды да, оның артынан барады. Бұл олардың арасында қақтығысқа себеп болады. Жан тыныштығы керек болған Нина Романға барып, отбасындағы сұмдықтарды айтып береді. Оны сүйіп қалған күзетші Нинаны жұбатып, екеуі жыныстық қатынасқа түседі. Үйге қайтар алдында Роман оған анасының етігін береді. Нина үйге оралғанда, Константин оның өтірік айтып тұрғанын, етікті сатып алмағанын бірден байқайды. Жазалау үшін ол әйелінің басын тақырлап тастайды. Тергеуші Душков ауруханадағы Наташаның анасымен кездесіп, өлтірілген Влад психопат болғанын, ол Наташаның әлсіздігін пайдаланып кеткенін біледі. Душков қос кісі өлтірудің артында Александр тұр деп күдіктенеді, бірақ оны дәлелдей алмайды. Кешке прокурор мен әйелі жаңа пәтерлерінде қонақ шақырып, кеш ұйымдастырады. Бірінші болып мас күйінде келген Александр Катя мен Андрейге олардың бай өмірін жасыра алмайтынын бетіне басып, сынға алады. Артынан Константин мен тақырбас Нина келеді. Оның түрі қонақтарды шошытады. Роман келгенде, Константин оның әйелімен байланысы болғанын түсінеді. Ол әйелінің шаш үлгісін мазақтап, күзетшілер арасында жанжал тудырады. Роман кетіп қалады. Душков Андрейдің жаңа пәтерге көшкенін біліп, ескі досын көруге келеді. Кеш барысында прокурордың тек жалақымен өмір сүрмейтіні айқын байқалады. Әйелі өзін бай отбасының мүшесі сезінеді, бірақ оған ешқандай заңды негіз жоқ. Катя ішімдікке салынып, күйеуін масаң сөзімен жиі ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Ақырында Александр оны шапалақпен ұрады. Мұны көтере алмаған Константин досын ұрып жібереді. Кейінірек Душков мас Александрды үйіне апарып тастаймын деп ұсыныс жасайды. Бірақ бұл мүмкіндікті пайдаланып, шағын тінту жүргізеді. Жүздеген мың тұратын қымбат тон тауып, прокурор мен күзетшілер заңсыз жолмен ақша тапқанын түсінеді. Сыртқа шыққанда оны Константин күтіп алып, түрме бастығы сотталғандарды өлтіру қызметін сатқанын айтады. Барлық бұйрықты бастығы береді дейді. Ал келесі өлім жазасы бірнеше сағат ішінде орындалмақ. Константинді қайта камераға жіберген соң, Душков бастығымен бірге түрмеге барады. Сол арада Петр мен әйелі Олекті қайта тірілтіп, түрмеге апарады, өйткені ол дәрігерді өлтіруі керек. Барлығы дайын болған кезде, бастығы мен тергеуші түрмеге дәл сол сәтте келіп қалады. Қылмысты жасыру үшін Роман, Петр және Андрей Олекті өлтіріп, оның денесін жақын бөлмеге жасырады. Дәрігер бизнесменді әшкерелеп, барлығын қауіп кетігеді. Беделін жоғалтқысы келмеген түрме бастығы Душковқа қару кезеніп, оны камераға қамап тастауды талап етеді. Бір бөлмеге қамалған Андрей, Роман және Петр жағдайды талқылайды. Достар бір-біріне сенуден қалып, әрқайсысы өздерінің басына түскен пәлеге бірін-бірі кінәлай бастайды. Петр мен Роман тергеушінің оларды әшкерелеуіне Андрейдің байлығын көрсетуі себеп болды деп есептейді. Ал Андрей керісінше бәрін Константин сатты деп ойлайды. Басқалар оның пікірмен келіспегенімен, Андрей Романға тиісіп, бәрі оның Нина мен арадағы жақындығын байқап жүргенін айтып шығады. Көп ұзамай түрме бастығы подполковник келіп, не болып жатқанын білгісі келеді. Андрей, Роман және Петр оған өлім жазасына кесілгендердің жазасын ақшаға сатып, аутсорсингпен атқарып жүргендерін түсіндіреді. Ақша жайында естіген подполковник докторды өлтіруге төленген қаржыны және Андрейдің көлігін иемденіп алады. Келесі күні таңертең подполковник Душковқа келіп, мәміле ұсынады. Бірақ тергеуші оны түрмеге отырғызу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтынын айтады. Ол басты куәні жасырып отыр.
және Константин әлі де болса оларға қарсы куәлік береді деп сенеді. Осы уақытта полицияда Константинді босатады. Себебі оны ұстауға заңды негіз жоқ. Бостандыққа шыққан Константин түрмеге келіп, подполковникпен кездеседі. Подполковник барлығын әшкерелеймін деп қорқытса да, Константин оны шантаж жасайды. Ол подполковник беделін сақтап қала алмайтынын және бәрібір темір торға түсетінін дәлелдейді. Мұны түсінген подполковник жоғары жаққа хабар бермей, өзін демалысқа жіберуге келіседі. Подполковник Душковқа келіп, Константиннің босап шыққанын және енді оған қысым жасау мүмкін еместігін хабарлайды. Түрме бастығы енді тергеуге куәгер ретінде көмектесуге дайын екенін білдіреді. Ол Александр, Роман, Андрей және Прютерді тұтқындауға рұқсат береді. Бірақ Душков оларға кісен салған кезде подполковник тергеушіні атып өлтіреді. Бастық Олег пен Душковтың денелерін жасыруды бұйырады. Тағы да төртеуі өзара ұрсысып, бір-бірін бар жағдайға кінәлай бастайды. Кейін төртеуі подполковниктің кеңсесіне жиналып, өлім жазасын аутсорсингпен сату бизнесін талқылайды. Олар бұл бизнесті кеңейтуге тиіс еді, бірақ жоспар жүзеге аспай қалды. Бұл бизнесті табыс көзі деп есептеген подполковник жазаларды сатуды жалғастыруды және бүкіл топқа өзі жетекшілік етуді ұсынады. Подполковник көрші түрмеге барып, сол жақтың бастығымен келісім жасайды. Ол 9 өлім жазасына кесілген тұтқынды алып кететінін айтып, тиімді серіктестік уәде етеді. Бірақ бұл келісімнің астарында кісі өлтіру саудасы жатқанын айтпайды. Александр әйелін ауруханада көргісі келіп, соған барады. Наташа одан кешірім сұрап, оны жақсы көретінін айтады. Ол Владты өлтіргені үшін оған батырсың деп алғыс білдіреді. Бұл Александрды шошытады, себебі Владты өлтірген өзі емес, Константин болатын. Бұдан кейін Константин Александрға келіп, енді олардың достығы аяқталғанын түсінеді. Олардың оқиғаларға деген көзқарасы мүлде бөлек еді. Бұрынғы достары енді сенімсіз болғанын білген Константин өз ойынын бастайды. Ол Романның анасына барып, ұлының жеңілтек әйелмен жүріп жүргенін айтып береді. Кейін Андрейдің әйеліне барып, прокурор байлығының қайдан келгенін айтып, қара түнек шындықты ашады. Содан кейін ауруханада жатқан Наташаға келіп, оның денсаулығы мен Влад жайлы барлығын білетінін айтады. Келесі күні таңертең подполковник прокурордың кеңсесіне келіп, өлім жазаларын аутсорсингпен атқару жайлы сөйлеседі. Андрей олардың екінші орындауы сәтсіз болғанын, себебі әрқайсысының бұл өлімге деген көзқарасы әртүрлі екенін түсіндіреді. Төртеу кісі өлтіруді кез келгенге сатуға дайын. Тек Константин ғана әділдік пен адамгершілік принциптерінен таймаған. Бұл подполковникке ұнайды. Себебі қалған төртеу тек ақша үшін жұмыс істейді. Кате ішімдікті іше беруді жалғастыруды шешеді. Константин оған Андрейдің оны әйел ретінде емес, зат ретінде қабылдайтынын айтып береді. Осы сөздер Катеға әсер етіп, ол дүкеншіге алтын сырғаларын қалдырып кетеді. Наташа үйіне оралып, Александр сатып алған тонды көріп, оған риза болады. Осы уақытта Кате келіп, түрмелерде болып жатқан өлімдер туралы айтып береді. Ол күйеулерінің адамдарды өлтіруден ақша тауып жүргенін түсінеді. Әйелдер ақшаны табу үшін күйеулерінің үйлерін тінтеді. Кейін олар Пинтердің әйелінің үйіне барады. Сол жерде де ақша іздейді. Үйге оралған Петр әйеліне өзінің жұмысы арқылы көп ақша таба алмайтынын айтады. Ол ар-ождан мен байлық, денсаулық пен баланы көру мүмкіндігі арасында таңдау жасауды ұсынады. Катя күйеуін ақша үшін сынауға тырысса да, Андрей оған бәрінен бұрын оның амандығы маңызды екенін еске салады. Ол ішімдік ішпеуін де сондықтан талап еткен. Өзінің мінезінің қате болғанын түсінген Кате дүкеншіге сырғаларын қайтаруға тырысады. Бірақ дүкенші бәрін жоққа шығарып, оны қуып жібере. Константин мен Нинаның қызы анасының әкесінің билігіне тәуелді екенін түсінеді және оған көмектесуді шешеді. Бақылау орнына ол анасына Романмен кездесу ұсынатын хатты беріп, сол арқылы қорғауды ұйымдастырамын деп уәде етеді. Олар кездесіп, қыз Романнан Нинаны құтқаруын сұрайды және Нина әуежайда күтіп тұрғанын айтады. Келесі күні таңертең Нина үйінен қашып кетеді, бірақ Роман келмейді. Себебі Нина ақшаны ұрлап, жасырған еді. Роман ашуланады, бірақ ештеңе істей алмайды. Нина үйіне оралады. Константин әйелі тағы да оның ережелерін бұзғанын байқап, оны қатты жазалауы керек екенін түсінеді. Осы уақытта Наташаның анасы тергеушіні іздеп, Александрдың алдағы тұтқындалуы жайлы сөйлеспек болады. Бірақ тергеуші ізім ғайым жоғалған. Ол басқа тергеушіге айтады, бірақ ол істі алғысы келмей, жауып тастауды шешеді. Александр жазадан құтылып кетеді, бірақ Наташаның анасы тыныштала алмайды. Ол түрмеге барып, түрме бастығына қағазда жазылған мәліметті береді. Кейін өзімен кездесіп, подполковникпен сөйлеседі. Ол кісі өлтірулерге қатысы жоғын айтып, әйелді азғырып, өзіне көңілдес етіп алады. Кейін Наташа үйге келіп, анасына түрмеде болып жатқан өлімдер жайлы айтады. Подполковник олардың әңгімесін тыңдап тұрып, бәрін біле тұра үндемейді. Себебі Наташаның анасы үн қатпаса ғана, олардың тірі қалатынын түсінеді. Подполковник төртеуімен жеке-жеке сөйлесіп, әрқайсысының әлі де көп ақша табуға құмар екенін біледі. Келесі күні түрмеге өлім жазасына кесілген 9 жаңа тұтқын жеткізіледі. Подполковник Андрей, Петр, Роман және Александрмен бірге бұл іскерлікті жалғастырып, бәріне жақсы табыс әкелетін бизнес жасайтынына уәде береді. Бірақ бір мәселе бар.
Олар Константиннен құтылуы керек. Ол бәрін білет, ал ер адамдар оны өлтірген соң, өлім жазасына кесілгендердің орындалу құқығын сатуды жалғастыра алады. Бірнеше күннен кейін Петр дәрігер деген атпен танымал қылмыскерді шақыртады. Ол оған мәміле ұсынады, маньяк психиатриялық ауруханаға жіберіледі және біраз уақыт өмір сүреді. Бірақ оның орнына ауыр науқастарға егілген удың құрамын ашып беруі керек. Дәрігер алданып жатқанын түсінсе де, келіседі және жүрек тоқтауын тудыратын дәрінің формуласын береді. Көп ойланып, Константин әйелі енді оны сүймейтінін, әрі бірге болғысы келмейтінін түсінеді. Ол Нинаға бостандық береді, бірақ Нина сенбейді, кешірім сұрайды. Алайда Константин енді бұл некені жалғастырғысы келмейді және әйелін киім-кешегімен көшеге қуып шығады. Тек қызын өзімен қалдырады. Анасымен араласуын жалғастырған Наташа өзіне ең жақын адамның ешқашан оны сүймегенін түсінеді. Анасы одан құтылғысы келген және оны біреуге күйеуге беріп, ұмытып кеткісі келген. Сөйтіп, ол тек Александрдың ғана өзін шын сүйетінін түсінеді. Наташа түнгі клубқа барады. Онда Владтың жесірімен кездеседі. Ол марқұм маньяк болып, өзіне шабуыл жасағанын айтып береді. Бұған жауап ретінде бетіне стақанмен ұрады. Кешке түрме бастығы Наташаның анасын кешкі асқа шақырады және жапон қонақтарын байқайды. Олардың өте бай екенін түсінген ол, аудармашыдан түрмеде көрсетілетін қызметтер туралы айтып беруін сұрайды. Подполковник туристерге түрмені көрсетіп, өлім жазасының қалай орындалатынын көрсетпек. Петр укол арқылы егілетін уды жасап шығады, ал Андрей, Роман, Петр және Александр Константинді кім өлтіретінін талқылайды. Александр онымен ең жақын дос болған, сондықтан ол оған жақындай алады және уколды сала алады. Алайда Александр досына опасыздық жасап, оны өлтіруден бас тартады. Қорыққанымен көпшілік қысым жасап, оны келісуге мәжбүр етеді. Олар Константинді мейрамханадан табады, бірақ соңғы сәтте Александр қорқып кетеді. Ол сатқындық жасағысы келмейді. Андрей мен Роман оны әрекет етуге мәжбүрлейді, бірақ Александр ақыр соңында қорқақ болып шығады. Нина Романнан көмек сұрайды, бірақ кездейсоқ оның анасының түсіріп алған ақшасын көреді. Мыңдаған долларды көрген соң, ол әйелге шабуыл жасап, сабап ақшасын ұрлайды. Жақын маңдағы дүкенге барып, ең қымбат етік сатып алады да әуежайға кетеді. Оқиғаны білген Роман оны тоқтатуға және онымен қашуға тырысады, бірақ Нина оны да сатып кетеді. Ол ешқашан Роман мен Александрды сүймеген, ақшаны ұрлап, басқа елге қашып кетеді. Осы уақытта Петр әйелін Астанаға емдету үшін бар ақшасын жұмсайды. Келесі күні таңертең Наташа автобус аялдамасында Константинмен кездеседі. Оны құшақтап жатқан түр танытып, оған укол салады және оның өлімін тамашалап тұрады. Денесін тастап кетіп, ол және оның 4 сыбайласы басты қауіптен құтылғанына қуанады. Өмір жақсара бастайды. Прокурор жаңа қызметке ие болады. Петр әйелі үшін емдеуді жалғастырады, ал Роман қайта ақша жинауға кіріседі. Бизнес дамып жатыр. Түрме бастығы туристерге тек өлім жазасын көрсету ғана емес, сонымен қатар тұтқынды өздері өлтіруге мүмкіндік береді. Сол кеште олар бір өлім жазасына кесілген адамды таңдап, оны өлімге дайындайды. Жапон қонақтары азапты көргісі келіп, тұтқынды соққыға жығуды талап етеді. Сосын өздері оны өлтіріп, ағзаларын сувенир ретінде алмақшы болады. Басқа тұтқындар айғай мен көмек сұраған дауыс естіп, өздеріне де осындай тағдыр күтіп тұрғанын түсінеді. Ақылы өлтіру бизнесі гүлденіп жатқандай көрінеді, бірақ барлығы бір сәтте күйрейді. Ел президенті өлім жазасына мораторий жариялайды және оны өмір бойы бас бостандығынан айырумен алмастырады. Енді бастығы мен 4 көмекшісі адамдарды өлтіріп, бұл құқықты сата алмайды. Не істеу керек екенін ойлап жатқан топ, кенеттен бұрын өлім жазасына кесілген бір тұтқын кеңсеге баса көктеп кіріп келеді. Ол азапталған тұтқындар үшін кек алмақ болып, подполковник Александр, Роман, Петр және Андрейді атып өлтіріп, кейін өзін өлтіреді. Өлмей жатып, Петр жоғары қарап, тірі Константинді көреді. Сөйтсе, дәрігер оны алдап кеткен екен. Сотталған маньяк удың кімге арналғанын біліп, Константинді құтқару үшін әдейі жалған рецепт берген. Өйткені Константин оны адамша қараған жалғыз адам еді. Кек заңмен орындалса, бірақ ресми ауқымнан тыс болса, оны әділет деп айтуға бола ма? Жеке тұлғалар үкімді жүзеге асырғанда, әділет пен өш алу арасындағы шекара көмескілене ме? Пікіріңізді төменге қалдырыңыз, видеоны лайктап, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода көріскенше.